Енді кейінгі қасиеттерін айтайын. Бұл спирулиновая каша қатты пайдалы деп атаппын. Үлкен жастағы адамларға, қарияларға да, жаңа туылған балаларға, жас өспірім балаларға да пайдалы. Себебі бұл гормонал фонды жақсылайды. Қан мықтарын жақсылайды, қанды организмдағы. Ішектің функциясын жақсылайды. Бауырдың, бас мидың функциясын тәртіпке салып береді. Және бір зор қасиеті бұл калийді организмде сақтап береді. Адамның кайфияты зор бола береді. Және бір зор қасиеті бұл ішекті, бауырды жақсы тікілегеннен кейін адам күннен күнге жақсы бола береді, тікілене береді. Соның үшін һәм мен науқасларға мен бірінші этапында бұл mahsulatты беремін. Һәм берілуі шарт бұл. Себебі һәм адамлардың асқазан ішек системасында әртүрлі кеселіктер келіп шығады. Содан адамның проблемалары, денсаулығындағы бұзылыстар